Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз жұмсақ, дәмді панкейктер әзірлейтін боламыз. Менің каналымнан келесі рецептерді жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Панкейктерді әзірлеу үшін бір жұмыртқа және 5-6 шай қасық қантты ыдысқа салып, венчикпен немесе шанышқымен көпіршік шыққанша жақсылап араластырып аламыз. Енді массамызға 200 мл жылы сүтті құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы керек. Одан кейін еріп тұрған сары майды құямыз. Сүт пен май қосылған массаны араластырып болған соң, 150 грамм ұнға 1 шай қасық қопсытқыш салып, ұнды електен өткізе отырып саламыз. 150 грамм ұнды мен 3 бөлікке бөле отырып салдым. Сіздерге де солай жасауға кеңес беремін. Панкейктердің қамыры өте қатты қою немесе қатты сұйықта болмауы керек. Барлық қоспаларды салып болғаннан кейін ең соңынан 2 ас қасық сұйық майды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Панкейктің қамыры видеода көргендей сұйықтықта болуы керек. Панкейк пісіретін тапамызға ешқандай май жақпаймыз. Қызып тұрған тапаға 1 ас қасықтан массамызды құя отырып, панкейктерімізді пісіріп аламыз. Панкейктердің беті осындай болған кезде екінші жағына аударып пісіреміз. Панкейктерді пісірген уақытта газдың температурасы өте аз мөлшерде тұруы керек. Достар, мен жасаған қоспадан 25 панкейк шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Қараңыздаршы, міне аз уақыттың ішінде біздің панкейктеріміз дайын. Шаймен ішуге өте керемет тәттілердің бірі. Менің каналымдан рецептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менің каналымнан келесіде алма қосылған пирогтың рецептін көре аласыздар.